как вырваться из замкнутого круга деген кітабын сіздерге ұсынған болатын. Оқығандарыңыз бар, болмаса оқымағандарыңыздар да бар. Бұл кітаптың ішінде не туралы айтатынын айттым. Енді күнделікті күйбелең тіршіліктен қалай шығу, яғни өміріңді өзгерту үшін не істеу керек екені туралы жазылған. Жалпы енді барлығымыз замкнутый круг дегенімізде замкнутый круг. Бұл енді замкнутый круг деген бұл не? Яғни күнделікті үйреніп қалған зона комфорта ғой, былайша айтқанда. Сонда содан шығайын десең, күнде түнде жатар кезде не істейміз біз? Неше түрлі нәрсені армандап, неше түрлі нәрсені қиялдап, содан шығуды ойлап, бітті ертеңнен бастап осыны істеймін деп армандап ойымызда түнде жатар кезде соның бәрін ойлап қоямыз. Бірақ таңертең тұрған кезде ол нәрсенің бәрін ұмытып, күнделікті тіршілігімізге, күнделікті әдетімізге кірісіп кетеміз. Сол нәрседен шығу үшін бірден бір себебі не дейді? Бізде Александр Бухтияров деген кісі, миллионер кісі. Бұл кісі қай саладан жетістікке жетті? Біріншіден, бұл кісі MLM бизнесте, яғни сізбен біз айналысып жатқан көп желі маркетингті бизнестан, осы замкнутый кругтан шыққан, және де кітап жазу осы бизнесқа психологиялық тұрғыдан адамның өзінің өмірін өзгертуге туралы сондай кітаптар жазу арқылы, тренингтер өткізу арқылы бұл кісі күнделікті күйбелең тіршіліктен сәтсіз, былайша айтқанда тығыршықтан шығудың жолын іздеп тауып, сөйтіп шыққан екен. Енді бүгінгі ашықтайтын тақырыбы бұл осы кітаптың ішіндегі, яғни как вырваться из замкнутого круга деген кітаптың ішіндегі MLM бизнес туралы, яғни сізбен біз айналысып жатқан және де көпшілікке ұсынып, көпшілікпен айналысу керек бизнес туралы, яғни MLM бизнес туралы ашықтаймыз. MLM бизнес дегеніміз жалпы енді ағылшын тілінен айтқан кезде multi-level маркетинг деген, яғни көп жүйелі маркетингті бизнес. Қазіргі таңда қазіргі заманға сай көп табысты, көп салымды талап етпейтін бизнес, көп салым салмай үлкен жетістікке жетуге болатын бизнестің осы жалғыз түрі ғана. Енді бұл кісі не деп ашықтайды? Неліктен бірінші тақырыбы, неліктен адамдар MLM бизнесті бағаламайды? Неліктен бағаламайтыны Александр Бухтияров деген кісі 4 деңгейге бөледі. Біріншісі, бұл шындық болу үшін тым керемет дейді. Яғни адамдар жай ғана өмірін жақсы жаққа өзгертуге болатынына сенбейді. Яғни қараңыздар, күнде бір ойлап қарасақ, таңертең тұрады, жұмысқа барады, ол тапқан табысын орташа есеппен мысалға Қазақстан 150 мың теңге табады, 150 мың теңгесін істейді. 150 мың теңгесін ол 50 мың теңгесін кредитке төлейді, 20 мың теңгесін коммунслугаға төлейді. Квартира жалдап тұратындар 60 мың теңгесі квартирасына төлейді, 20 мың теңге өмір сүруіне қалады. Өмір сүргенде бір киноға барады, бірдеңе алып жейді, сонымен бітті, бір айлық табысы. Болмаса қараңыздар, қарызы көп, төлейтін заттары көп, коммунслугалар көп, просто выживать етеді, яғни өмір сүреді, тек тіршілік жасайды деген сияқты нәрсе ғой. Сондықтан бұл адамға MLM бизнесте бізде не айтады? Көбінесе сен арманды орындайсың, саяхатқа барасың, миллиондап табыс шығасың деп айта бастаған адам күнделікті тіршілік жандағы адамға бұл бір сказка сияқты, ертегі сияқты болып қабылдайды. Сондықтан дұрыс бағаламайды көбінесе адамдар. Екінші себеп не? Өмірінде болған сәтсіздік үшін дейді. Егер мысалға қараңыздар, адамдар сіздерге айтамын, жетістікке жету үшін сәтсіздіктердің барлығынан өтіп, сол кезде қана біз жетістікке жетеміз. Ал көбінесе адамдар сәтсіздік болған сайын, сәтсіздік болған кезде қолын сермеп, қолын сілтеп, жетістікке қарай талпынуды тоқтатады. Сонда қараңыздар, өзінде бұл адамдар екінші себебі бұл деңгейдегі адамдар егер болмай қойсашы, болмай қалсашы деген сұрақты көп қояды. Мен тіркелсем, егер ол болмай қалса, мен тіркеліп, егер маған адамдар келмей қалса, мен тіркеліп, егер компания жабылып қалса, мен тіркелгеннен кейін бұл компаниядан өнімдер дұрыс, егер компания егер деген сияқты көп сұрақтарды қоя береді. Екінші себебі, яғни бағаламайтын MLM бизнес. Үшінші себебі MLM бизнес күнделікті өмірлік ұстанымға, тіршілігіне ұқсамайды. Жаңа айтып өткенде MLM бизнесті қараңыздар. Біз не үйрендік деп жаңа сұрады, қандай навыктарды үйрендік? Ерте тұру, күн көңілді жүру деген сияқты. Ал көбінесе көп адамдар ТМД мемлекетінің әсіресе, яғни тіршілікке, өзінің мақсатына, арманына жетуге ақша жетпейтін көп кісілердің күнделікті тіршілігі қандай? Күнделікті тіршілігі таңертең тұрады, ұйқысы қанған кезде, я болмаса жұмысқа аз уақыт қалған кезде ұйқынан атып тұрып, жүгіріп, шаршап, шалдығып, асығып, таңғасын дұрыс ішпей, сөйтіп жұмысына барады, шаршап келеді, үйіне келеді, телевизор көреді, қосады, жатады, сонымен бітті.
барады қайтады телевизор көреді, барады қайтады телевизор көреді. Сөйтіп күнделікті тіршілігі сондай болып кеткен көбінесе адамдар. Өйткені ол адамдардың мақсаты айқын емес, және мақсатына қарай жетейін десе, арманын орындайын десе, табысы жетпейді. Сосын көбінесе тағы да бірден бір себебі өзіне шын мәнісіне ұнайтын жұмыспен айналыспайды. Енді қараңыздар, ал MLM бизнесті қараңыздар, сіздер таңертең ерте тұрасыздар, мысалға, жаттығу жасайсыздар, визуализация жасайсыздар, дұрыс таңғы ас ішесіздер, өз уақыттарыңызды тиімді пайдаланып, өздеріңіз уақыттарыңызды өздеріңіз басқарасыздар. Ал көбінесе адамдар 5-6 жыл осы жұмыс істеймін дейді да, соған қалай кіріп кеткенін білмей, бір 10-15 жыл өтіп кеткенін қалай байқамай қалады, көбінесе. Өйткені ол зона комфорта бір тығыршықта жүре береді. Сондықтан адамдар бағаламайды да, бұл бизнес басқа олардың күнделікті тіршілігіне ұқсамайтын болғандықтан. Төртінші себебі MLM бизнес туралы объективті түсінік білмейді, объективті түрде білмейді. Яғни MLM бизнес не екенін нақты білмейді. Көбінесе бұл, қараңыздар, бұл жерде төрт нәрсеге бөлсек болады. Яғни MLM бизнесті білмейтін адамдар көбінесе қандай адамдар кеңес береді, көбінесе қандай нәрсені естиміз MLM бизнесті, және кімдерден сұрайды. Бірінші қараңыздар, MLM бизнеспен істегісі келген адамдардың көбінесе қателіктері не? Қателіктер қараңыздар. Бірінші бұл айтады, бұл адамдарға көбінесе кеңес беретін не? Қандай адамдар? Бұл бизнеспен нақты түрде айналыспайтын достарыңыз. Яғни біз сіздерге айтатын бар ғой, сіз мысалға коньки тебуді үйренгіңіз келсе, сіз барып домбырашыдан, не болмаса сіз бизнес үйренгіңіз келсе, сіз барып жетістікке жетпеген адамдан сұрамайсыз ғой. Сол көбінесе MLM бизнесті бастайтын кезде адамдардың көп қателік жасайтыны барады да, мүлдем бұл бизнес туралы білмейтін адамдардан сұрайды. Көрдіңіздер ме? Ал профессионалдан сұрамайды. Екінші бір себебі бұл бизнеспен мүлдем айналыспайтын адамдар кеңес бере бастайды да. Бұлар просто ол адамдарға сол MLM бизнесті обслуживать етіп, оның жоқ кемшіліктерін айтып, сөйтіп, бір әңгіме болсын деп, сөйтіп адамдар сондай адамдарға тап болады көбінесе. Үшіншісі, өзі сол салада жетістікке жете алмағандардың негативті ой пікірлерін тыңдайды көбінесе. Неге айттым, сіздерге қараңыздар, бір тақырып, тайм-менеджменттің бір тақырыбын айтқаным, адамдардың көп қателік жасайтыны MLM бизнесті. Сол бизнесте жетістікке жете алмайды өзі. Онымен жетістікке жете алмай қойып, ол адамдар басқа адамдарға сол өзінің көре алмаған нәрсесін, өзінің негатив нәрселерін сол адамдарға тарата бастайды ғой. Өйткені ол өзінің жетістікке жете алмаса, ол өзі жетістікке жете алмайды. Басқа біреулерге кері ақпарат беріп, негативті ақпарат беру, ол дұрыс емес нәрсе, былайша айтқан кезде. Көбінесе сондай адамдарға тап болады бизнес бастайтын кезде. Тағы да бір төртіншісі себебі өзінің жеке басының қадағалаумен, яғни мысалға MLM бизнесті қарайды, былай просто қадағалап көрейін, бастап көрейін, істеп көрейін, ар жағын бола жатыр, не болады көреміз деп, яғни бақылап, қадағалап істеп көретін адамдар бар ғой. Ол адамдар қараңыздар не көреді? Айсбергтің басында ұшын ғана көреді ғой. Ал айсбергтің ұшын қарасақ, бұл мұхиттың астында, яғни тереңдігінде айсбергпен бірдей, я болмаса одан ұшынан бірдей, я болмаса одан да үлкен мұз жатады судың астына, былайша байқасақ. Көбінесе сондай осындай төрт деңгейдегі адамдардың бағаламайтын себептері осындай. Бірінші кезекте, яғни бұл шындық болсын өте керемет, яғни қараңыздар, өмір сүріп, әшейін тіршілік жасап жүрген, өмірін ұштастыра алмай жүрген адамға айтсаңыз, сен осы бизнеспен айналыссың, сен өзің жеке машинаңды аласың, саяхатқа барасың, арманды орындайсың, миллиондап табасың, арманда үйді саласың деп айтсаң, бұл ертегі сияқты болады. Бірінші себеп. Екінші себеп өмірінде болған сәтсіздік үшін. Үшінші себеп MLM бизнес туралы. Үшінші себеп MLM бизнес күнделікті өмірлік ұстанымы тіршілігіне ұқсамайды. Төртінші себеп MLM бизнес туралы объективті түрде білмейді, яғни нақты білмейді. Көрдіңіздер ме? Көбінесе адамдардың отказ беретіні, көбінесе көп адамдар осы неге MLM бизнеспен айналыспайтын және бағаламайтын себептері, бұл адамдардың көбісі дұрыс білім, дұрыс ақпарат білмейді. MLM бизнес туралы басқа керек емес адамдардан кеңес алып, сол кеңестерге бірдей сеніп қалады да. Қараңыздар, сіз бірдеңе болса, қараңыз, тісіңіз ауырса, сіз кімге барасыз? Стоматологқа барып кеңес аласыз ғой сіз. Біз көбінесе қазақтар ғана емес, ТБ мемлекеттердің осы көбінесе біз білмейтін адамнан кеңес сұраймыз ғой. Мысалға да, тісім ауырып тұрады, барамыз, не істеймін деп біреуден сұраймыз. Сіз мысалға аптекадан мысалға бір дәрі алатын болсаңыз, сіз аптекадан аласыз ғой. Мысалға сіз бір керек, мысалға киім алатын болсаңыз, сіз продуктовый магазинге бармайсыз, азық-түлік дүкеніне бармайсыз, сіз
киім алатын дүкенге барасыз ғой. Сол сияқты адамдар кеңессе де солай да, керек емес адамдардан сұрайды. Яғни ол жетістікке жетіп көрмеген, ол бизнеспен айналысып көрмеген адамдан кеңес сұрайды.